Опра Уинфри америкалық тележүргізуші, актриса, қоғам қайраткері. Опра Уинфри шоуы бағдарламасының жүргізушісі. Forbes журналы 2007 жылы Опра Уинфриді әлемдегі ең танымал әйелдердің тізімінде бірінші орынға шығарды. Ал 2009 жылы Опра шоу-бизнестегі ең танымал адам атағын иеленді. 2013 жылы Опра Уинфридің жалпы қаражаты $2,8 миллиардқа тең болған. Опра Уинфри жеке киностудиясы, журналы, радио желісі, кабельді телеарнасы бар табысты медиа магнат. Бүгінгі видеода Опра Уинфридің өмірлік қағидаларын, кеңестерін ұсынатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Опра Уинфридің өмірлік қағидалары. Табыс деген процесс. Мектеп, колледж түлектерінің сөздерін тыңдасам қарным ашады. Олардың бәрі оқу орнын бітіре салысымен табысты болып кетемін деп ойлайды. Міне, ертең дипломымды қолға алайын, жаңа өмір бастаймын деген ойдан арылмайды. Олардың ойынша табыс деген бір сәтте басыңа қонатын құс секілді. Шын мәнісінде табыс деген процесс. Ертең, айдың пәленбай күні табысты болу үшін диплом алуды күтпей, дәл қазір төсектен тұрып, әрекет ету қажет. Бүгін жасалған іс-әрекет адамды діттеген мақсатына, арманына жақындата түседі. Әрекет етпей, табысқа топ ете түсу мүмкін емес. Әрекет етесіз бе, әлде сылтау іздеп үнсіз қаласыз ба? Ол сіздің таңдауыңыз. Бірінші арманға жеткізетін, табысты қылатын дұрыс таңдау. Екіншісімен сіз күйбен тірліктен көз ашпайтын қатардағы адамның өмірін сүресіз. Бар болғаны осы ғана. Өз басым күн сайын дұрыс таңдау жасадым деп ойлаймын. Соның арқасында бүгін мен Опра Уинфримін. Атақтымын, дәулеттімін. Аты жөнімнің өзі брендке айналып кеткенін байқамай қалыппын. Газеттің редакторы болғыңыз келе ме, жылдар бойы жай журналист болып еңбектенуге дайын болыңыз. Ешкім тәжірибесі жоқ, ой-пікірі қалыптаспаған, адам тани алмайтын қызметкерді редактор қылмайды ғой. Белгілі бір саланың маманына айналу үшін 10.000 сағат жұмыс істеу қажет деген теорияны құптаймын. Жастардың да ұзақ әрі белсенді жұмыс істеуге дайын болғандарын қалаймын. Қоғамға пайдалы болыңыз. Әр қайсысымыз атақты бола алмаймыз. Алайда әрбіреуіміз ұлы атан аламыз. Себебі өзгелерге қызмет ете алған кез келген адам ұлы. Бүгін сіз жетістікке жеткен адамдарға қарап, олардың өмірін бақылап жанкүйерсіз. Сіз олардың атақ деңгейін ұлылық салмағына теңестіресіз. Алайда 5-6 жылдан кейін Инстаграмда жарқ-жұрқ еткендердің есімін де еске түсіре алмайсыз. Неге? Себебі адамды тарихты қалдыратын ұлылық, оның қоғамдағы игілігі үшін атқарған қызметі. Сіз қай салада еңбек етіп жүрсіз? Бойыңызда қандай талант бар? Маңыздысы бұл емес. Маңыздысы сіз жасаған дүние өзгелердің кәдесіне жарауы тиіс. Өз басым 93 жылы доктор атағын алдым. Мені көшеден көрген адамдар, біз сізді көгілдір экраннан көрдік деп танып жататын. Бір күні мен теледидардың ішіндегі қуыршақ болмауға шешім қабылдадым. Теледидардың көмегімен жан-жағыма жақсылық дәнін егуді армандай бастадым да іске кірістім. Осы бір дұрыс таңдау менің карьерамды, өмірімді түбегейлі өзгертті. Дәл қазір сіз немен шұғылдансаңыз да, қоғамға пайдалы болуды мақсат тұтыңыз. Адамзат игілігі үшін жасаған қызметіңіз сізді табысты етеді, міндетті түрде. Өмірдің сыйлығын алыңыз. Мына фәни өмірдің сізге дайындап қойған сыйлығы бар. Бұл сыйлық сіздің арманыңыздың өмірге айналуы. Өмір сіздің не қалайтыныңызды, нені аңсайтыныңызды жақсы біледі. Сонымен қатар сол арманды жүзеге асыруға дайын. Сіз тек бірнеше қадам жасап, сабырлық танытып, сол сыйлыққа қол созу қажет. Ол үшін көрсе қызарлық, қызғаныш, біреуді ғайбаттау деген пәле-жалалардан абзал болғаныңыз шарт. Қарсы соққан желден қорықпай, күн сәулесінен қашпай, тұла бойыңызбен толқынға беріліп жүрсеңіз,
Өмір өзі сізді жағалаудан шығарады. Өзіңізді өзгертпеңіз. Жасым 30-дан асқанда ғана мен тележурналистикада өзімді қалай еркін сезіне алатындығымды түсіндім. Содан бері өзімді өзгертпей, өмірде қандай, экранда да сондай Опра болып қызмет етіп келемін. Мен ешқашан ақылдырақ немесе мейірімділеу болып көрінуге тырыспаймын. Бірде аэропортта отырғанда жаныма бір әйел келіп, сіз экрандағыдай емессіз, экранда бәрін қолдайсыз. Ал қазір ешкімге мойын бұрмастан отырсыз деп сөге бастады. Осыған бола мен жеке ұшақ сатып алдым. Себебі мен жұрт солай күткендіктен өзімді өзгертуге бармаймын. Аэропортта өткен-кеткеннен елмен құшақтасуға міндетті емеспін. Мен өз рейсін күтіп отырған жай Опрамын. Ал Опраның әр түрлі күйі бар. Біреуге бола өзгеру, өзгергенде кейіп таныту сізге жақсылық әкелмейді. Нұр шашыңыз. Мына бір сөз өміріме қатты әсер етті. Сен біреуге жасайын деп тұрған әрекет сенімен болып қойды деп есепте. Ньютонның 3-ші заңымен танысқанда да мен дәл осындай таңғалыс күйін кештім. Ньютонның айтуы бойынша кез келген әрекетке қарсы жауап әрекет бар. Демек сіз біреуді өсектеп жатқанда сізді біреу әңгімеге қосқанын білгейсіз. Бұл заңдылық. Сондықтан жан жағыңызға жақсылық нұрын шашып жүріңіз. Сонда өміріңізде жақсылық атаулы молынан болады. Шаршамаңыз. Адам күліп жайнап, біреуге жақсылық жасап, көмек қолын созып жүру үшін күш-қуат кемімеуі тиіс. Табысты болғысы келген жан энергиясын көбейтетін рухани практикаларға, түрлі амалдарға баруы тиіс. Сонда ғана ол өзін шаршаңқы сезінбейді. Өмірге құштар болады. Ал өзі азып тозған адам бөгде біреуге көмекке келе алмайды. Керісінше, ашуға булығып, арманынан адаса бастайды. Көмек сұраған жандар оның жанына тиіп, көңіл күйін түсіре бастайды. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы әрі қызықты болды деген ойдамын. Бұл кеңестерді өмірлеріңізде қолданыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.